Ассалаумағалейкум аға, мен өте ашушаң адаммын. Осы жолда мені түзетуге маған бір кеңес беріңізші дейді. Бір ғалымға бір адам келіп осылай тура сен сұрағандай сұраған екен. Сонда әлгі ғалым қолына тақтай беріп, қолына шеге мен балға берген екен. Сен ашуланған сайын осы тақтайға шегелерді қағып тұр деді. Айтқандай әлгі жігіт бара жатып жолға үйге жеткенше бірнеше адамға ашуланды. Әйтеуір кешке дейін не керек? 5 шеге қағып тастады. Ертесі күні 3 шеге қақты, 4-ші күні тағы да шеге қақты. Әйтеуір соңында шеге қалмады. Содан мен ғалымға келіп, міне өзімді жеңдім дегенде, енді шегелерді суыр деді. Шегелерді суырып еді, тақтайдың ішінің барлығы шұрқ тесік болып қалды. Көрдің бе деді. Бұл тақтай сенің көңілің. Бұл тақтай алдыңдағы адамның көңілі деді. Егер сен осы тақтайға тесік қыла берсең, рухың әлсіреп, ол жерге шайтан кіріп, кішіпейілдік, мейірімдік кетіп, адамда алауыздық, жауыздық пайда болады деген екен. Сондықтан өзіңді түзет, алтыным.